Шегіңді қатырып, күлкіге қарық қылатын топ 5 комедия. Бесінші орында «Убойные каникулы» фильмі. Егер де сен қара юморды ұнатсаң, бұл кино дәл сен үшін. Студенттер мен екі ауылбай жігіттің түсініспеушіліктері қанды қырғынға айналады. Бірақ бәрі соншалықты тупой және күлкілі. Хоррор стиліндегі ең мықты комедия. Төртінші орында «Брюс всемогущий» фильмі. Джим Керри комедияның королі ғой. Қарапайым репортер құдайдың күшін иеленіп алса не болады? Оның бұл күшті қалай пайдаланатыны, әсіресе қарсыласының тілін күрмелетіп тастайтын сценасы нағыз классика. Ностальгия мен күлкі бір жерде. Үшінші орында «Мальчишник в Вегасе» фильмі. Бұл фильмді комедиялардың королі десек болады. Вегастағы бойдақтар кешінен кейінгі ес түсін білмейтін үш дос туралы. Таңертең оянса, бөлмелерінде жолбарыс жүр, біреуінің тісі жоқ, ал ең бастысы күйеу жігіт жоқ. Бұл фильмді 100 рет көрсең де жалықпайсың. Екінші орында «Мы Миллеры» фильмі. Есірткі тасу үшін бейтаныс адамдардан құралған жалған отбасы. Стриптизер әйел, ботаник бала және қаңғыбас қыз. Олардың фургонмен саяхаты нағыз приключение. Әсіресе әлгі өрмекші шағып алған сценаны көргенде күлкің жия алмай қаласың ғой. Осы және басқа да фильмдерді қазақша дубляжда көргің келсе, менің телеграм каналыма қосыл. Сілтеме профильде тұр. Бірінші орында ескірмейтін классика. Луи де Фюнес пен оның жандармдары. Оның мимикасы, жүріс-тұрысы және ашуланғанының өзі бір өнер. Егер балалық шағыңды сағынсаң, немесе нағыз таза юмор көргің келсе, осы киноларды қос. Луи де Фюнес нағыз аңыз. Саған қай комедия ұнайды, немесе тағы қандай да басқа комедияларды қосу керек, комментарийға жаза кет, талқылайық.